Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар. Енді оқушылар қазір әрқайсысына бір аспаптың аттары бар қағазды таратамын. Сол бойынша әрбір топ өздерінің орындарына отырасыңдар. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Енді кімде бірінші топ деп тұр, бірінші қатарға барамыз. Бірінші топ мында, екінші топ мында. Музыкалық мәдениетін үйрендік. Солай ғой, иә? Қандай халықтар? Тува, Хакас, Башқұрт, Қырғыз және өзбек халықтарының музыкалық мәдениетін үйренеміз. Солай ғой, балалар? Шама өзгешелік бар, иә, балалар? Ұлттық тағамдар бар. Музыкасы да, иә? Иә, жақсы. Енді балалар, енді өзбек халқының ұқсайтын, домбыраға ұқсайтын, тағы домбыраға ұқсайтын аспаптар бар. Дутар аспабы, иә? Және де біздің қолымыз аспабына ұқсайтын өзбектің музыкасына келетін болса, аруба, ол да шекті домбыра аспабына ұқсайтын аспап екен, иә, балалар? Енді осы қазір сабақ барысында осы аспаптарды ұмытып қалмай, оның классификациясына бөлеміз. Яғни үрмелі, ұрмалы, ішекті аспаптарды бөліп өзіміз жазуға дайындаламыз. Сондықтан жаңа аттар қозғалады екен. Және де ұрмалы көп аспаптар болады, иә? Қарай қояйық. Киімдердің қандай ерекшеліктері бар деп ойлайсыңдар? Жаңағы оюлы неден жаңа бас киімнен бас киім киеді екен, иә, балалар? Енді келесі балалар қырғыз халқы. Қырғыз халқы да біздің халықпенен жақын орналасқан, біздің елменен жақын орналасқан. Солай жырында орындалады екен. Олардың мақтанышы манас жыры болып есептелінеді қырғыздарда. Жыршыларды ыршы деп атайды, иә? Және манас жырын жырлайтын жыршыларды манасшы деп атайды, иә? Әрі қарай ұлттық киімдері де біздің киімдерімізге ұқсас болып келеді. Үлкен апаларымыз орамал, иә? Орамал тартып, және шапан киіп. Яғни біздің домбыра аспабымыз қандай болады оларда? Комуз, иә? Комуз. Ал біздің шекті аспабымыз жетігеніміз оларда? Жетіген, иә? Жоқ, оларда да жетіген. Солай емес, иә? Ал қобызымыз? Қобызымыз? Шаңқобызымыз ше? Тісіміз, тіліміз жаңағы жабысып қалмау керек, иә? Сондықтан абайлап ойнау керек бұл аспапта. Көрдіңіз? Тоқтаймыз. Тоқтаймыз. Өте жақсы балалар. Енді балалар, рахмет. Енді балалар қазір қазақ халқының аспаптарын атап шығайық. Біздің өзіміздің қазақ халқымызда көне ұлттық аспаптарға өте бай екен, иә? Біз өзіміздің музыкалық аспаптарымызда да домбыра, қобыз, желкен, шаңқобыз, сыбызғы. Өте жақсы. Міне ана видеоны қарап тұрсаңыз, міне тұяқтас дейді, немесе тай тұяқ дейді, иә? Міне өте жақсы. Ұрып көре қойшы. Ұрып көре ғой. Өте жақсы. Сылдырмақ мінеки, иә? Сылдырмақ кімі бұл? Жүрек. Неге отырамыз? Немесе бірақ билеп отырамыз. Билеп отырамыз. Әдемі билейміз.
Көрдіңдер ма балалар? Ресейге берген, балалайға ұқсап. Дәптерге орындай қоямыз. Кезіндегі балалар, әр халық өздерінің бүгінгі өтілген тапсырмаға байланысты өздерінің аспаптарында, салт дәстүрлерінде, әдет-ғұрыптары туралы сөз жұмбақ құрастырасында бірінші тапсырма. Екінші тапсырма әр халық өзінің ұлттық аспаптарын тізіп жазады. Түсінді ма? Түсінді ма? Түсіндіңдер ғой? Я, бірінші сөз жұмбақ. Деген пайдалануға болады. Және аспаптарын жазуға болады. Халқының аспабы доңғора. Сендерге ортақ біреуін құрастыра қой деп едім ғой балалар. Қазақ халқының бір әнді. Еркемай деген әнді айтып көрген. Менеге қайталанды жасыма? Нені алдыңдар, және нені аламыз, нені білмедік, не үйренді, не ала алмай қалды, үйрену керек екенімізді өздеріңіз жаңағы өздерің ойларыңды бір сөзбенен жаза қойыңдар, жақсы ма? Бір сөзбен жаза қойыңдар. Сосын бір ауыз сөз ғана жазды, көп жазғандар, жақсы ма? Уақыт кетіп жатыр. Тесетейік. Ал яқы нені білдік оны? Нені үйренуіміз керек, мына нота сызықтарына жаза қойғанымыз болады. Тесетейік балалар, бәріміз түгел қар, не қыла қояқ, бере қояқ, балалар аяқталды. Сіздерге барлығы да ұнады ғой? Енді түркі тілдес халықтардың барлық музыкалық мәдениетін, музыкалық аспаптарын барлығын білетін боламыз. Жақсы ма балалар?